Кәсіби мереке қарсаңында кеншілер өңірінің машина жасаушылары марапатталды. Анығын айтқанда, Қарағанды құю машина жасау зауытының үздік қызметкерлеріне еңбек ардагері мен еңбек даңқы төс белгісі табысталды. Тілшіміз кеңінен тарқатсын. Сергей Сабиров зауытқа мектепті тәмамдаған бетте келген. Біраз уақыт ұстаның шәкірті болып қасында жүріпті. Қазір өзі өзгелерге ұстаз. Осы үлкен ұжымның жұмысын жүргізіп тұрған машиналардың тілін білетін жалғыз маман. 40 жылдық тәжірибесі бар. Мен мектептен кейін келдім. Сол уақыттан бері тоқтамай жұмыс істеп келем. Енді зейнетке шығып барам. Рұқсат берсе, әрі қарай жалғастырсам деген ой бар. Бұл зауытсыз өмірімде елестете алмаймын. Менің жанымның бір бөлшегі секілді. Жалақысы да жақсы. Мереке сайын сыйақы аламыз. Қауіпсіздікте қатты қадағаланады. Андрей Кандауров болса 21 жылдық еңбек үшін 3-ші дәрежелі еңбек даңқы белгісін алды. Ол кәсіби мереке қарсаңында осындай марапат алатынымды сездім дейді. Сама работа нравится. Жұмыс ұнайды. Бұл бірінші кезекте. Әрине мұнда жалақы жақсы. Мұның бәрі қажет. Мұнда бәрі беріледі. Тіпті автобустарда тегін жүреді. Сыйлықты бірінші алу өте жақсы болды. Мен және менің отбасым, анам, әйелім, менің балаларым бәріміз. Мен одан да көп сыйақы алу үшін әрі қарай жалғастырамын және зауытыма көмектесемін. Александр Юсупов та осы зауыттың тәжірибелі тіс қаққан маманы. Еңбек өтілі 22 жыл. Қарапайым жұмысшыдан бригадирге дейін жоғарылаған. Қарамағында 30 адам бар. Еңбек қор азамат еңбек даңқы төс белгісін алды. Мен мұнда 2000 жылы келдім. Бұл аспан мен жерді кезіп өтетіндей уақыт. Қазір сапалы жұмыс жүргізілуде. Бізде бұл жай ғана зауыт емес, бұл бренд. Бұл біздің беделіміз, абыройымыз. Біз қол жеткізген жетістіктерімізден төмен түспеуге тырысамыз. Қазақмыс холдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрамына кіретін Қарағанды құю машина жасау зауытын өндірістің флагманы деп атауға болады. Өткен жылы кәсіпорын 80 жылдық мерейтойын атап өтті. Мұнда өз ісін жақсы көріп қана қоймай, ел игілігі үшін еңбек ететін нағыз кәсіпқойлар жұмыс істейді. Зауыт ұжымында 800-ден астам адам бар. Технолог бақылаушылар кез келген жобалық құжаттаманы нөлден бастап жасай алады. Ал заманауи автоматтандырылған құрылғылар ең күрделі бөлшектерді шығарады. Осы жылдар ішінде өнімнің ассортименті үнемі жаңарып отырады және оған сұраныс артып келеді екен. Мұнда қауіпсіздік ережелерін сақтауға көп көңіл бөлінеді. Қызметкерлерді кәсіби һәм мемлекеттік мерекелерде марапаттауға ерекше көңіл бөлінеді. Ерік Нарын, Мұрат Төкенов, Назым Думанқызы, Сарыарқа телеарнасы.